Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер. Сіздермен өзімнің кезекті ата-аналар жиналысымен таныстырғым келіп отыр. Ендеше кеттік. Бірінші бөлім, бұл жерде көңілді атмосфера деп аталады. Өздеріңіз көріп отырғандай, адамның басының бейнелері берілген. Бұл бейнелердің барлығын сіздер шығарып алып, қанша ата-анаңыз келеді, сонша ата-ананың санына байланысты жазсаңыздар болады. Іліп қоясыздар. Өзінің атында да тұр, көңілді атмосфера деп тұр. Астына түрлі түсті маркерлер, фломастерлер қойып қоясыздар, және ата-ана өзіне ұнаған сұлбаны таңдап, өзінің бейнесін салады. Алдағы уақытта өзінің баласы келген кезде ата-анасын танитындай болу керек. Қандай да бір өзінің ерекше бейнесін, жәнегі бет-әлпетіндегі шашын, мүмкін және көзілдірігі деген сияқты салып қояды. Бұл тек қана ата-аналардың көңіл күйін көтеру мақсатында берілетін жұмыс. Ары қарай барлық ата-ана орнына жайғасқаннан кейін ата-аналарға сіз адалдық сөзін естігенде ойыңызға не келеді деген сауал қоясыз, және де қасына уақыттың белгісін қойып қойдым, себебі ата-аналарға 1 минуттай ойлануға уақыт бересіз. Және де А4 форматта парақты екеуін алып гармошка түрінде бүктеп, ата-аналарға кезек-кезегімен бере отырып, осы адалдық сөзін естіген уақытта көз алдына қандай сөз немесе не елестейді, соны қысқаша жазуын сұрайсыз, және олар бүктелген күйі бір-бірінің жауабын оқымастан бірінен кейін бірі алып отырып, соңына дейін толтырып шығады. Толтырып болған қағазды ортаға салып, барлық ата-ананың көзінше адалдық деген сөзге жәнегі түсініктеме беріп өтесіздер, яғни ата-аналардың жазған жауабына байланысты. Одан кейін әрине бүгінгі күннің тақырыбы адал азамат тәрбиелеуде жауапты ата-ана, қолдаушы ұстаз, бағыттаушы мектеп деп тақырыпты таныстырасыз. Сонымен қатар мына жерде келесі слайдта мен сіздерге мақсатын белгілеп қойдым. Қосымша мақсатын да оқып берсеңіздер болады. Енді бұл жерде мен оқымай қойын мақсатын. Барлығы да айқын көрініп тұр. Мақсатты айтып болғаннан кейін әрине сіз ата-аналарды топқа біріктіріп жұмыс жасатуыңыз қажет болады. Бұл жерде топқа біріктіру мақсатында сіз ата-аналарға 3 түрлі әріп жазылған қағаздар ұсынатын боласыз. Кеспе қағаздар А, О, М деген сияқты. А дегеніміз ақ жүрек, ата-ана, О дегеніміз ұлы жол, ұлағатты ұстаз, М дегеніміз мол білім, мектеп, мейірім ордасы. Яғни бұл жерде ата-аналар топқа қалай бірігеді, әуен шақырады деп тұр тақырыбы. Өздеріңіз көріп отырғандай, әрбір сөздің алдында музыканың бейнесі көрсетіліп тұр. Сол бейнені басқан кезде сіздерге автоматты түрде бірінші ана туралы ән ойнайды. Ана деген сөз шыққан, яғни А әрпі қай ата-анаға түсті, сол ата-аналар ортаға әуен ойнағанда ортаға қарай шығады. Топтасып тұрады. Одан кейін келесі жәнегі әуен белгісін басасыз. Сол кезде О, яғни ұстаз туралы ән ойнайтын болады. Бұл жерде О деген әріпті алған ата-аналар бірігіп, ортада топ құратын болады. Келесі М деген әріп, ол мектепке байланысты әуен ойнайды. Бұл жерде де ата-аналар бірігіп топқа бөлініп тұрады. Яғни сіз 3 топты анықтап алдыңыз. 3 топты анықтап алғаннан кейін келесі тапсырма ата-аналарға жағдаят шештіру. Яғни бір үлгіде жағдаят бересіз. Ол жағдаяттар менде электронды түрде бар. 3 түрлі нұсқада ұнағанын алсаңыз болады. Және сол жағдаятты ата-ана ретінде қалай шешеді, ұстаз тобы ұстаз ретінде қалай шешеді, мектеп, яғни мектеп әкімшілігі ретінде қандай шешім табатындығын әр топ өзі талқылап, ойланып қорғайтын болады. Бұл тапсырманы орындатып болғаннан кейін 3-ші бөлімде бір сұрақ 3 жауап деген тапсырма болады. Бұл жерде барлық ата-анаға бір сұрақ қана қоясыз. Ол сұрақта менде дайын электронды форматта. Сұрақты сіз өзіңіздің ыңғайыңызға қарай, тақырыбыңызға қарай өзгертсеңіз де болады.
ата-аналарға бір сұрақ қоясыз, ол сұрақтың 3 жауабы болады, бірақ бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Ол бірінші де, екінші де, үшінші де болуы мүмкін. Ата-ана өзіне ұнаған жауапты таңдап, бірінші жауапты таңдағандар мысалға мектеп бөлменің ішінде, кабинеттің ішінде есіктің жанына жиналады, екінші жауапты таңдағандар терезенің алдына жиналады, үшінші жауапты жинағандар тақтаның алдына жиналады деп 3 орынды белгілеп қоясыз. Бұл жерден шығатын қорытынды, яғни әркімнің өзінің ойы құнды, өзінің ойы бар. Әр адам өзінің ойымен жүреді деген сияқты қорытындыға келесіздер. Келесі соңын жиналыстың адалдық отбасынан басталып, мектепте шыңдалып, қоғамда қалыптасады деген оймен аяқтауға болады. Және де бүгінгі күнгі жиналысқа келгеніңіздің өзінен сіз қандай керемет ата-ана екендігіңіз көрінеді деген ата-аналарға осындай үлгіде тәттілер таратуға болады. Назарларыңызға рахмет. Барлық тапсырмалар электронды түрде, егер қажет болып жатса, хабарласып алсаңыздар болады.